Hello барлықтарыңызға. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз subjunctive mood. Көптен күткен тақырыптардың бірі, себебі көбінесе келетін тақырыптардың бірі. Сондықтан да бүгін біз дәл осы тақырыпты барынша нұсқа талдау, көбінесе келетін нұсқа талдау сұрақтарымен талқылайтын боламыз. Так что, go-те. Так, бірінші сұрақ, the correct sentence in the subjunctive mood. Subjunctive moodтағы дұрыс сөйлемді табыңыз. Бірінші as if, yes. То есть бізге subjunctive mood десе білесіздер, может уже білесіздер, уже wish пен келеді, немесе if пен келеді. If-ті немесе wish-ті көрсеңіз, уже все. Это subjunctive mood. Міне көріп тұрсызға as if. If деген көріп тұр, и все. Это subjunctive mood. Но не всегда conditionalспен шатыстырмаңыздар. Conditionalсқа арнайы тақырып бар, сол кезде көресіздер, да? Ал мына именно subjunctive mood-тегі ол басқаша. Ол conditionals сияқты емес. Conditionalста прям басында if болады, одан кейінгісінде will, would болады деген сияқты бар болатын болса, бұл жақта ондай емес. Окей? Так что мына sounded деген мысалы past simple. А бізде pastта мына жерінде вообще you know, yes? There is no in conditionals. То есть if партында болады past simple. Есіңізде бар болса, да? If партында ғана. Есіңізге түсіріңіз. Ал егер есіңізге түспесе, бізде арнайы видео бар, conditionals қалса жақтан қарап алсаңыздар болады. Бірақ conditionalспен шатыстырмаймыз. Так, дальше. As if you сізге оңай нәрсесі subjunctive mood дегенде сразу past формасында, өткен формасындағы нәрсені ғана табасыз, и все. Present'тардың бәрін өшіріп тастайсыз, удалить тастайсыз, и все. Көріп тұрсызға, мына жерде қайсысы бізде past'та тұр. Вот смотрите, has деген present'та, ing вообще без понятия, да. Present, ну то есть infinity, да. Бізде past'та тұрған только be жауабы. И бізде айттым сіздерге subjunctive mood past формада. Не только past simple, past perfect мүмкін. Вообще бір сөзбен айтқанда past формада, өткен формада, и все. Дальше. The verb in subjunctive mood тоже if деп тұр. If-ті көрдіңіз. Дальше мен сізге айттым уже past формада, на present, на жерде asking деген дұрыс емес. Past perfect болу үшін had verb 3 болу керек нормальный адамдарда. Вот had verb 3 өткен had been asked. Так, қараңыз. Енді на екі жауабы под вопросом, потому что екеуі де past perfect, просто на жерде passive voice, да? Been көрсеңіз, уже passive voice, to be-дің кез келген формасы. She looked at me. Ол маған қарады, енді контекст бойынша қараймыз. Ол маған қарады, как будто, да, as if, как будто мен сұрадым одан. Rude question, да, то есть мен, ну, типа, rude question. I know, қазақшасын қалай, rude question. You are rude boy, грубый сұрақ қойдым деп ойлап қалды. Так, сол үшін мен қойдым оған сұрақ, сол үшін жауап C болады. Егер қойылды болса, и болушы еді. Қойдым, C. И все. Дәл осындай кезде под вопросым болып қалса, екеуі де past форма, екеуі де дұрыс. Қайсысын қоям десеңіз, аласыз да контекстке қоясыз, сегізде easy табылады. Дальше. The correct sentence in subjunctive. Тоже subjunctive. Кейде просто subjunctive mood емес, кейде subjunctive деп бере салады. I wish he were in Алматы. I wish he was. Does дегендер өткен present, на тоже present форма. На тоже present форма have деген. Сразу алып тастаймыз. Present емес, сізге айттым, subjunctive mood это past. Сразу past'тар қалады. И дальше. I wish he were in Алматы. I wish he was. Сіздер білесіздер, уже ойлап тұрсыздар. Все, это жауабы he was. Да на самом деле he, she, it-қа даже үшінші жақ, мысалы, жансая деген бір адам болса, вообще үшінші жаққа третий лицоға he, she, it-қа даже айға да was болмайды. Именно subjunctive moodта was болмайды, оның орнына were болады. Сондықтан да бізге жауабы A. То есть I wish he were in Алматы. Дәл сондай сұрақ. The correct tense in subjunctive mood. Мен сіздерге айттым, уже present болмайды. Present алып тастаймыз. И was или were. Мен сіздерге айттым, was деген мүлдем subjunctive moodта қолданылмайды. Was дегенді ұмытыңыздар. Бұл жерде кез келгенде were. Сондықтан да бізде жауабы I were. Даже I was болса да, I was a child болса да, I was болмайды, I were. Именно subjunctive moodта I were. Так. Сондықтан да бізде жауабы I. Надеюсь, түсінікті. Дальше, кейбір кезде былай беру мүмкін. Subjunctive mood express. Subjunctive mood көрсетеді. Нені?
Yes, subjunctive mood деп отырғанымыз бізде именно то, что I wish I were taller, то есть мен ұзын болсам екен деген сияқты өзіңіздің dissatisfaction, do not satisfy with your qualities, например, personal qualities maybe. Yes, то есть өзіңіздің внешность, appearance пен dissatisfaction, то есть dissatisfaction деп отырғанымыз бізде недовольство with present, немесе regret about past situation. Мысалға, I wish I had studied before. Мен бұрында оқығанымда ғой деген сияқты. Regret about past. Немесе кейбір жауаптарда үшіншісі бізде келеді. Wishes about future деп. I wish, I would деген сияқты ше. I would be там model, да, типа модель болсам екен ғой деп будущее. I would earn lots of money, немесе көп ақша тапсам ғой деген сияқты. Wishes about future деп келуі мүмкін. На всякий случай, осы да көп келетін сұрақтардың бірі. Дальше, бірақ бізде екі жауап берілген. Это F, H, dissatisfaction and regret. Дальше, the sentence in subjunctive mood. Subjunctive moodта берілген сөйлемдер табыңыз. Мен сізге айттым, subjunctive mood это wish или if. Мына жерде бізге берілген wish, if. Қалғандарын сразу өшіріп тастасаңыз болады. Так, өшіріп тастайсыз, и все. Easy, да? Wish или if, и все. И өткен шақта тұр ма, соны қарай саласыз. Өткен шақ, had moved тоже өткен шағы, past perfect болса да өткен шақ. И itқа даже were қолдан кейін дұрыс. It was болса дұрыс емес болушы еді. B, D and H. Только easy, subjunctive moodта екі-ақ нәрсені табасыз. Это wish и if. Все. Көрдіңіз ғой, и тауып болғаннан кейін past simple болса, все. Past simple болса, past формада тұрса, все. Это subjunctive mood, это easy. Дальше, жаңа айтып кеткен лайфхактарды қолдана отыра, осы үй тапсырмасын орындасаңыздар, сіздерді толықтай түсінді деп білемін. Себебі бізде subjunctive mood деген көбінесе келетін көп балдық тақырыптардың бірі. Так что, дерзайте. Алдағы ұбыт тапсыратындарға сәттілік. Осы барлық видеолар көмектеседі деп ойлаймын сіздерге. Барынша жақсылап дайындалып, ағылшын тілінен 45-ден 45 алуға тырысыңыздар. Әзірше осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Бай-бай. Сәлем. Барлықтарыңызға жағдайларыңыз қалай? Бүгін бізде өтетін тақырып conditionals, яғни сіздер білесіздер, бізде 4 conditionals бар, сонымен қатар бізде mixed conditionals бар, иә? Дәл сол осы conditionals'та бүгін біз барынша именно нұсқада келетін тақырыптар бойынша талқылайтын боламыз. Так что, go to. Так, бірінші сұрақ, the form of conditional 1. Conditional 1 деп отырғанымыз бізде именно екі формасыда, екі жағыда present, екі жағыда present simple емес, ол 0-ші conditional. Ал именно conditional 1-де future simple болады екінші жағы. If парты это present simple, ал if емес парты бізде future simple болады. Сондықтан да бізде жауабы B. 1 деген кезде сіздер future болу керек екіншісі, ал 0 дегенде present simple болу керек, мына жерде 0. Окей? Так, go to дальше. Вот, zero conditional дегенде жаңа айттық, present, yeah, и present формасы. If you read a lot, you, дұрыс емес, will деген дұрыс емес, new деген дұрыс емес, сен көп оқысаң, көп білесің, да, сен көп білмейсің деген емес, сондықтан да бізде жауабы C болады. If you read a lot, you know a lot. То есть present simple, read деген, ал know деген тоже present simple, сондықтан да екі жағыда present simple болса, бізде zero conditional. Дальше, first conditionalдағы сөйлемдерді табыңыздар. First conditional деген кезде, білесіздер, басып if парты present simple, уже формаласына жүріп тұр, да, и if емес парты бізде future, will, verb 1. Так, көрейік ал. Так, if I were... past'ты алып тастаймыз сразу. We will discuss it when I am free. То есть, when тоже тұру мүмкін, кстати. By the way, if-тің орнында басқа да нәрсе тұру мүмкін. Это оның біреуі, when. Whether, when, if деген көбінесе келеді.
Так, сол үшін бізде be дұрыс, will деп тұр басы, да, то есть мына жақта future, именно when деген парты present simple. Немесе орындары ауысып келген тупо и все. Дальше, if they find time, find деп отырғанымыз бізде уақыт табатын болса, they will try to keep help you. Міне көрдіңіз ғой? Present simple, if парты, ал дальше will, present, future simple. Дальше, I will go to the cinema if I'm not busy. If партында present simple, present simple to be'дің am, is, are деген сияқты present simple, ал if емес future, мына жағы future. Так что, просто екеуі орын ауысып кеткен и все. Мынау сияқты ғой, be сияқты ғой, when-нің орнына if қоятын болсаңыз, мына жақта present simple и мына жақта will, сол сияқты. Дальше, мынау past, мынау тоже past simple, мынау past тоже past, мынау past. Сондықтан да бізде жауап болады B, C, and D. Просто кейбір кезде ойланып қараңыздар, орындарын ауыстырып қою мүмкін. If партын бірінші сразу іздейсіздер, present simple ма, и дальше if емес партынды көрсеңіздер, future simple и все. Easy. Просто кейде орын ауыстырып қойса, сразу if-ті іздеңіздер и все. Okay? If немесе when, whether деген үшеуін іздеңіздер. Дальше. Unless тоже келеді, кстати. Өте жақсы болды unless-тің келгені көрсетуге сіздер үшін, потому что unless деп отырғанымыз бізде if not дегенді білдіреді. If not. Да? If not деген if бар ғой главное, да? Unless деген if not. Если не деген сөз. Real conditionals деп келіп тұр бізде. Real condition, кейбір кезде бізде бірінші формасы немесе zero формасы conditional деп келсе, кейбір кезде real немесе unreal деп келеді. Real деп отырғанымыз 0 мен 1. Unreal 2 мен 3. 0 мен 1-ді білесіздер. Сіздер это present simple, future simple, либо present simple, present simple. Unless you, егер if not brush, you won't have many cavities. Егер де сен тісіңді жумайтын болсаң, сенде енді кариес болады. Но дұрыс емес, потому что жумайтын болсаң, тісіңде кариес болмайды дейді да. Дұрыс емес қой? Жумайтын болсаң, кариес болады. Unless-та not тұрғаннан кейін екінші рет not тұрмайды, don't тұрмайды. Вот. Абсолютно D. If not, don't деген болмайды. If not, don't деген ешқашан болмайды, окей? Unless you brush, егер тісіңді жумайтын болсаң, сенде кариес болады. То есть, you will have many cavities. Дальше. If I work hard, тоже real conditionalста тұр. 0 или 1. If I work hard, мен егерде қатты жұмыс жасайтын болсам, I will pass. То есть, біріншісі, обычный, will pass. Немесе I pass my exam, немесе I will pass my exam. То есть, мен экзамды тапсырамын 100%. Ну, жақсы, 75%, да, уверенно почти тапсырамын. Дальше. The second conditional, екінші conditionalsға кеттік, 0 мен 1-ді аяқтадық, real conditionals аяқтадық, енді біз second conditionalsға көшеміз. Так, if I, second деген кезде, білесіздер, past simple, verb 2, ja, past simple, на жағы if парты past simple, if емес парты, да, if емес clause, бізде would, verb 1. Қарасаңыздар, now present abstains мне. Кстати, second conditionals'та өзінің орнына were қолданады. If I were at home now, I would have a rest. Көрдіңіз ғой, would бар, екіншісі were бар, то есть past simple'да тұр, и бізде жауабы be болады. Дальше, appropriate variant, ну, кейбір кезде даже айтпау мүмкін conditionals'тың именно бірінші, екіншісін тап, либо real'ды, unreal'ды тап емес, бізде тупо кейде беріп қауы мүмкін, табыңыз дейді, и все, дұрыс вариант табыңыз. И қарасаңыз, уже if тұрады, и ұзақ сөйлем болса, уже все, это conditional, да. If we, money, we, a job, так, if партында will, would деген болмайды, ешқашан, abstains сол үшін, if партында болмайды, will, would деген if партында емес. If we ran out of money, we, past simple емес, past simple'дан кейін would get. То есть, мынау бізде екінші conditional, ja, есіңізде бар ғой, past simple болса, if парты, if емес парты would. Так что бізде C жауабы дұрыс болады. Дальше, complete the sentence. If I worked harder at university, now past perfect. Значит, бізде үшіншісі бұл. Past perfect болса, мына жақта would have verb 3.
would have verb 3 көріп тұрсыз ба? Would. Так. Would have verb 3 болмаса да, бізде мынауысы complete sentence деп тұр. Үшіншісі деп айтып тұрған жоқ бізде conditionalдың. Бұл mixed болуы мүмкін. То есть would have тупо would-тан кейін verb 1 тұруы мүмкін. Сол үшін бізде жауабы C болады. Так. Түсіндіңіздер ғой? Mixed болса would-тан кейін verb 1. Would verb 1 болса бізде mixed, would have verb 3 болса бұл үшінші conditionals. Так, жазып алдыңыздар ес. Ал мына жерде conditionals'ты табыңыз, дұрыс тұрған. Мына Harry деген present simple, would деген дұрыс емес. Would деген will болу керек, иә? Так, want деген екі жақта да will болмайды. Want деп отырғанымыз бізде will not қой, иә? Will not, want деп отырғанымыз. Ал бізде екі жағында да will тұрмайды. If we lose your passport, you have to go to the police. Yes, this one is correct because на жақта да present simple и present simple zero conditional. Но на всякий случай до конца көреміз. If партында will болмайды. Екі жақта да will болмайды. If партында айттым ғой, сол үшін бізде однозначно C жауабы дұрыс болады. Так, енді біз бүгін айттық, что 4 түрлі conditionalды, кейбір кезде бізде conditionalды төбесіне бермейді. Сол кезде if парты и үтір тұрса, уже все, примерно түсіне берсеңіз болады, бұл conditional, да? И көрдіңіздер жаңа формуласы бойынша present simple бірінші, present simple, future simple, zero conditional деп отырғанымыз бізде present simple, zero. Біріншісі бізде present simple, future simple, екіншісі past simple, would, yeah? Would, verb 1. Одан кейін үшіншісі бізде past perfect, яғни had verb 3 plus would have verb 1. Дәл осыны именно структурада көргіңіз келетін болса, формуласында и mixed conditional тағы да до конца тағы да көргіңіз келетін болса, mixed conditional деген 2 мен 3-тің қосындысы. Көргіңіз келетін болса, толықтай формуласын мен сізге астына ссылка беремін, содан өтсеңіздер болады. Окей? Так что әзірше осы нұсқа бойынша бүгін жақсы талдадық. Егер де өзіңіздің түсінгеніңізді немесе түсінбегеніңізді тексергіңіз келсе, осы екі таскты орындасаңыз болады. Себебі conditionals деп отырғанымыз көбінесе келетін тақырыптардың бірі. Сондықтан да осында максимум түсініп, жауабыңызды астына қалдырып, барынша сәтті орындап шығыңыз. Ағылшында, барлығына сәттілік. Ағылшыннан 45-тен 45 алуға тырысыңыздар и алыңыздар. Алда болатын ынталарыңызға тағы да сәттілік. Сау болыңыздар. Бай-бай. Сәлеметсіздер ме достар, бүгін бізде өтетін тақырыбымыз герунди, көбінесе келетін тақырыптардың бірі. Дәл осы тақырыпты біз нұсқада көбінесе келетін сұрақтар бойынша талқылайтын боламыз. Так, go ahead. Бүгін бізде обычно кішкене көбірек сұрақтар, алдындағыдай 3 сұрақ емес, осы жолы более көп. Аз көресіздер неше екен, санаған жоқпын. Так, let's start. Endings of gerund. Ең бірінші білу керек, герундидің қандай окончание, яғни соңында жалғанатын суффиксында. И бұл бізде герундида это всегда ing, уже білесіздер, да, уже ing. Герунди десе сразу ing. Дальше. The sentence with gerund. Герундимен келетін сөйлемді табыңыз. Герунди десе, білесіздер, жаңа айттым, окончаниясы ing, да. Сол үшін бізде ing еместерді алып тастаймыз, бізде и варианты көрінбейді. Сол үшін алып тастай саламыз. Так, енді during the lesson we practiced. Бізде үшеуі ing болып тұрғаннан кейін, мына жерде сөйлем беріп тұр. Қайсысы именно осы контекст бойынша келетіндігін табуымыз керек. During the lesson we practiced writing, немесе making up, немесе running a letter. Letter деп отырғанымыз хат, ал хат не істейміз, то есть жазамыз. Сол үшін бізде жауабы B болады, writing. Easy, да? Дальше, тоже герундимен келетін сөйлем табыңыз. Стоптен кейін біз то есть герундимен деп тұрғаннан однозначно ing. То есть бізде мына жерде ing еместерді алып тастаймыз. Так, бізде C, E, ED, да? И енді бізде контекст бойынша тақта қараймыз. Мағынасы бойынша there is much noise, yes, stop. Так, көп звук шығып жатыр. Так, stop meeting деген болмайды, бір-бірімен кездестіру доғарындар деп, going деп болмайды. Swimming, то есть тоже стрёмно,
нойз көп болып кетті, звук тоқтатыңдар деп айтпайды. Ұйықтап жатқанда почти обычный звук шығармайды. И бізде stop talking, білесіздер, уже stop talking. Сөйлеуді доғар, немесе chatting тоже. Сөйлесу, общаться, talking, то есть екеуі бір-біріне синоним. То есть stop talking, немесе stop chatting деп тұрғанымыз дауыс шығармаңдар дегенді білдіреді. Сол үшін мүлдем үндемеңдер, сөйлемеңдер, сөйлеуді тоқтатыңдар. Сол үшін бізде жауабы G and H болады. Қалғандары герундий формасы дұрыс болғанымен де бізде мағынасы жағынан келмейді қойған кезде. Бірінші герундий тауып ішінен, ing-лар тауып аласыз, одан кейін орнына қойып көресіз осылай. Қайсысы келеді мағынасы бойынша сол дұрыс болады. Дальше. The appropriate variant. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, даже герундий деп берілгенде айтылмаған, мүлдем герундий немесе инфинитив деп осылай да берілуі мүмкін. Всегда сізге алып, ой, мынау герундий деп бере салмайды. Сондықтан да өзіңіз көруіңіз керек кейде. For example, Gary is always in the kitchen. He enjoys. Егер де білетін болсаңыздар, герундийдің бір формасы, ол кез келген екі етістік тұрады да, екіншісіне ing жалғанады. Мына бірінші етістік, и мына жерде екінші етістік тұр, соған ing жалғанады. Бірақ сіз бірінші білуіңіз керек, мына жерде именно enjoy деген қай етістікке жататындығын. Enjoy ол герундийдің етістігі. Сонымен қатар бұл enjoyдан басқа да етістіктер бар ол жерде. И егер де сол етістіктерді білгіңіз келсе, enjoyдан басқа қайсысы именно орнына басқа етістік болса, қайсысына одан кейінгі вербқа ing жалғанатындығын. Дәл осыны білгіңіз келсе, астына ссылка тастап кетемін, соны жазып алсаңыздар болады. Окей. Так, енді enjoy деп отырамыз бізде однозначно герундий, сол үшін бізде жауабы B болады. Enjoys cooking. Екінші етістікке ing жалғанады, өйткені enjoy деп отырғанымыз бізде герундийдің етістігі. Ал қандай етістіктер герундийдің етістігі десеңіздер, тағы да айтам, астына ссылка тастап кетемін, соны ашып қарайсыз да, мынау герундийдің етістігі, значит, осы етістіктен кейін, мысалы, enjoy деген орнына басқа да етістік келіп қалса, сіз аласыз да екіншісіне ing жалғай саласыз. И все. Дальше. Мына жерде өзі беріліп тұр. Variant with gerund. Герундиймен келген етістік. Жаңа айттым сізге формасы екі етістік келеді да, екіншісіне ing жалғанады. Егер де бірінші етістік герундийға жатса. Давайте. Бізде бірінші сразу ing дезейміз. Мына жерде ing жоқ, сиде ing жоқ. Бізде екі жерде ing тұр. Вот видите. И жаңа айттым, екі етістік келіп, екіншісіне ing жалғанса, и enjoy бізде однозначно герундийдің етістігі. И сондықтан да бізде жауабы B болады. А falling leaf деп отырамыз. Қандай leaf? Это падающийся, құлап жатқан, это бізде participle 1. Participle 1 немесе есімше 1. Егер де participle 1 дегенмен әлі күмәнданатын болсаңыз, бізде арнайы видео сабақ бар, соны көріп алсаңыздар болады. Participle 1-ге арналады. Так что күтіңіздер, алда уақытта шығады. Так, дальше. The verb used before gerund. Тоже етістікті айттым ғой жаңа, білу керек, себебі осылай именно кейде вербті табыңыз деп келеді. Не только просто ing тұрған герундий табыңыз деп емес, сонымен қатар именно қайсысы герундийдің етістігі деп келеді. Дәл осылай. Это бізде герундийдің алдына қолданатын етістік деп. Это бізде avoid однозначно. Avoid, окей, enjoy деген көбінесе келетін етістіктер. Так, бізде want, expect, ask, wish деп отырғанымыз инфинитивтікі. Инфинитив деп отырғанымыз тупо мына етістіктерден аласыз да, одан кейін to, мысалы go, етістің бірінші түрі. Мысалға I want to go, I expect to go, I ask to go, I wish to go. Ал именно avoid айтатын болсаңыз, avoid-тан кейін герундий тұрады, то есть avoid going. Easy. Так, егер де инфинитив пен герундийдің етістігін білмесеңіз, тағы айтам, ссылкада тұр астта. На всякий случай, it will be great for you. Так, келесі helpful, actually, да. Дальше, кейбір кезде былай беру мүмкін, герундиймен де, инфинитивпен де тұратын етістікті табыңыз. Кейбір етістіктер екеуімен де қолдана береді, ешқандай да өзгеріссіз, мағынасында өзгеріс болмайды. Ондай етістіктер бізде begin, invite жатпайды, nope, start, avoid бізде герундийдікі жаңа айттық, agree деген инфинитивтікі, а continue. Begin, start, continue. Love, like, hate, cease, stop дегенді білдірді, cease, потом, так, can bear, can stand. Осы етістіктер бізде екеуімен де қолданады. Тағы да айтам, білмей қалсаңыз, астына ссылкадан алсаңыздар болады. И бізде мына үшеуі именно екеуімен де қолдана беретін етістіктер.
Окей? Begin, start and continue. Көбінесе келетін етістер, так что жазып алыңыздар. Екеуімен де қолданады, босс деп тұр. Дальше, жаңа сіздерге айттым, герундидің формасы, типа екі етістік қатарынан тұрады, екіншісіне ing жалғанады. Егер де мынау бірінші етістік, герундидің етістігі болса, герундидің алдында тұратын етістік болса. Ал одан кейін екінші формасы ол subject түрінде болса, subject отырамыз ең басында, subject'тың орнына басып тұрса, ең басында тұрса, ing жалған. Вот, сразу однозначно көруге болады. Collecting stamps, yes, оның орнына it деген қосаңыз болады. It is very pleasant thing. То есть, it-тің орнына алып тастасаңыз, collecting stamps одно и то же, да? То есть, это означает subject түрінде. Так, бізде көріп тұрсыздар, қалғандардың барлығы мынандай verb, екі етістік, екіншісіне ing жалғанған. Дәл осындай формада болса, ол екіншісі object дегенді білдіреді. Көріп тұрсыз? Бір етістік, екіншісіне ing жалғанса, бір етістік, екіншісіне ing, бір етістік, екіншісіне ing, бір етістік, екіншісіне ing жалғанса, мына жерде как object'тың рөлінде атқарып тұр, ал ең басында тұрса, subject'тың рөлін атқарып тұр. Сонымен қатар бізде балдар мына жерде айтылмады, үшінші признагі, үшінші hallmark, ол бізде кез келген preposition'нан кейін тұрады. Мысалға, of, in деген сияқты, кішкентай preposition бар ғой. On деген сияқты preposition, of деген, of айтым болады. Осындай preposition'нан кейін кез келген етістік ing түрінде болады. Осындай үш формасы бар, негізгі бізде келетін. Так, осыны міндетті түрде білулеріңіз керек. Так, егер де дәл осылай түсінікті болатын болса, үш түрлі бізде hallmark, үш түрлі біздің признагі, онда сіздің білгеніңізді, немесе түсінгеніңізді, түсінбегеніңізді осы home task арқылы, үй жұмысы арқылы көруге болады. Так что дәл осыны, дәл қазір жасап жіберсеңіздер, так, кім бірінші болады, соны көреміз. Так, алдағы уақытта сәттілік, егер түсінбесеңіз, қайтадан бір рет қайталап қарап алсаңыз болады, толықтай түсіну үшін, өткені бізде герунди көбінесе келетін тақырыптардың бірі. И минимум дегенде одан 3 балл аласыз. Сонымен қатар, бағанағы етістіктердің тізімін дәл астына ссылкамен тастап кетемін, сол жақтан алып дәптерге жазып алсаңыздар болады. Әзірше барлықтарыңызға сәттілік, алда болатын ентіден барынша жоғары алып шығыңыздар. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз participle 1 немесе present participle дейді кейде, немесе қазақша айтқан кезде кесімше 1. Үш түрлі атау айтуы мүмкін. Дәл осы тақырыпты нұсқада көбінесе келетін сұрақтармен максимум дегенде оңай, аз уақыт ішінде игеріп алатын боласыздар. Так что өте. Так, participle 1 дегенде ең бірінші осылай келу мүмкін. Өте оңай. Participle 1 деген кезде ол сразу сіздер ing іздейсіздер. Так, міне қарап тұрсыздар ғой, ең бірінші көзге жарық етіп түсе салған ing бізде a. Morning деген бізде таңертең. ing болғанмен оны аударған кезде сізде таңертең, yes, утро. Так что бізде жауабы a болады. Дәл солай кейде былай, дәл сол сұрақпен берілгенмен тоже ing табу керек. И сразу ing, participle 1, ing мен a және c жауаптары дұрыс болады. Дальше тоже participle 1-ді қолданып сөйлемді аяқтаңыз деген. Participle 1 десе білесіз, сразу ing іздейсіз. Так, так, окей, бізде 2 жауап алынып тасталады, 6 жауап қалады. Болады hurt his leg, аяғын жарақаттап алды, ауыртып алды. Football match, футбол матчқа қатысу арқылы, так, футбол матчта жүзу арқылы, жүзу деген футбольный матчта жүзу стрёмно. Dancing, билеу арқылы футбольный матчта тоже стрёмно, да, аяғын жарақаттап алды. Сату арқылы, ұйықтау арқылы, немесе екеуі бар бізде. Taking part in, participating, екеуі бірдей, қатысу дегенді білдіреді. Сондықтан да футбольный матчқа қатысу арқылы аяғын жарақаттап алды. Сондықтан да бізде жауабы D and E. Дәл осындай сұрақ туындаған кезде complete the sentence using participle 1 немесе есімше 1-ді қолдану арқылы сөйлемді аяқтаңыз деп келетін болса, сіздер ең бірінші аласыздарда ing-ларды тауып аласыз. И ing-лардың ішінде именно контекстке сәйкес келетін мағыналарын тауып аласыз. Сондықтан да бізде сәйкес келетін осы бізде екеу қатысу дегенді білдіреді.
Дәл осылай басқа да контекст келсе ing-лар тауып аласыз да и мағынасы бойынша қоясыз и все. Easy. Дальше тоже participle бірді табыңыз деген сөйлемдегі мына жерге қарайтын болсаңыздар, сіздер алдыңғы сабақтан білесіздер уже герундий дегенді не екендігін, герундийдің үш белгілерін білесіздер, continuous деген не екенін білесіздер. Сол continuous пен герундий болмайтын болса, уже однозначно participle one. Так, бізде егер де off деген сияқты preposition болса, герундийдан білесіздер, уже кез келген предлогтар болса, кішкентай off, in, on деген сияқты. Одан кейін ing кезде бізде однозначно герундий, сондықтан да бізде a жауабы дұрыс емес. Дальше b жауабында мүлдем ing жоқ. Ing жоқ болса, бізде participle one-да білесіздер, окончаниясы ing. Үшіншісінде the reading girl is my neighbor. Қандай girl? Reading girl. Бізде participle бірдің бір несі? Признакі, то что ол определение немесе анықтауыш болу керек. Қандай деген сұраққа жауап беру керек, бір сөзбен айтқанда. Қандай girl? Reading girl. Сондықтан да бізде C жауабы дұрыс. You are afraid to be at home alone. То есть мына жерде мүлдем ing жоқ. Сразу алып тастаймыз. Walking is my hobby. Жүру менің хоббиім. Не істеу? То есть не, да, бұл бізде subject'тың орнында тұр. Subject'тың орнында тұрса, бізде герундий, білесіздер, тоже дұрыс емес, герундий. We like traveling. То есть екі етістік қатарынан тұрып екіншісіне ing жалғанса, тоже герундий. Герундийдің үш признакі бар. Preposition тұрса, одан кейін subject'тың орнында тұрса, и екінші етістіктің болып тұрса, ол бізде герундий, сондықтан да алып тастаймыз сразу герундиларды. Әдейі сіздерге всегда герундиймен шатыстырып береді. Дальше. The man sitting at the table is our teacher. То есть the man, то есть еркек, үстелдің үстінде отырған еркек біздің мұғаліміміз. То есть sitting. Қандай еркек? Отырған еркек, да? Отырған еркек орын табады. Отырған деп тұрмыз мына жерде. Алдында бізде preposition де жоқ, алдында етістік те жоқ, немесе subject рөлін атқарып тұрған жоқ, яғни герундий емес болса, все, это participle one. Дальше he doesn't like. Like-тан кейін екінші етістік болып тұр, бізде бұл герундий. Окей? Бізде герундилар болмаса, сразу continuous немесе болмаса, сразу participle one болады, немесе ешімше бір, да? Так, көріңіздер, бізде жауабы C and G. То есть қандай деген сұрақтарға екі жақта да жауап беріп тұр. И екі жақта да герундий емес, и participle бір болады. Так, егер де герундий деген сабақты көрмеген болсаңыздар, герундий деген қарап алыңыздар, міндетті түрде, өйткені participle бір мен герундийді білмесеңіздер, ол самый көп келетін тақырыптардың бірі герундий, әсіресе сонымен шатыстырып алуыңыз мүмкін, и сізде балл жоғалып қалады. Так что герундийді қараңыздар. Дальше participle бір формасындағы сөйлемді көрсетіңіз. Participle бір десе сразу ing дейміз, ing жоқтарды өшіріп тастаймыз. Так, сида ing жоқ. Ол бізде оңайырақ. Бізде екі жауапта ing бар. Это going и going. Тоже екеуі де going. И going-ны алдын қарайтын болсақ, бізде етістік тұр. Есіңізде бар болса, герундий видеосынан, то есть екінші етістік болса, бізде етістік екіншісіне жайғалса, герундий. Ал бізде participle one болғаннан кейін, ол басында тұрса да болады, конечно. Going along the street, I met Mary. Көше бойы өтіп бара мен Мэриді кездестірдім. Мына жерде subject'тың орнында тұрған жоқ, өйткені I деген бар, бізде мына жерде subject'тың орнында тұрған жоқ. Точно айтамын. Өйткені I деген subject бар мына жерде. Сондықтан да бізде жауабы E болады. Так, егер де мына жерде I дегенді алып тастайтын болсақ, going along the street мысалға is good деген сияқты, либо going along the street matches perfect. Ну, короче, вообще, егер subject I дегенді алып тастайтын болсақ, мынау болушы еді герундий. Ал бізде I деп subject өзі болып тұрғаннан кейін, бізде мынау subjectке жатпайды сразу. Сол үшін бізде бұл participle one. Надеюсь, түсінікті, барынша ашық түсіндіріп жатырмын. Ал енді дәл осындай түсінгеніңізді көргіңіз келсе, мына жерде бізде home task, как обычно, үй тапсырмасы. Сіз дәл осы үй тапсырмасын орындау арқылы өзіңіздің толықтай түсінгеніңізді немесе түсінбегеніңізді біле аласыз. Так что дымда қорықпай, өзіңіздің осы дәлелдеу үшін, то есть точно түсіндім деген точно көру үшін, көз жеткізу үшін астына жауабын жазып жіберіңіздер.
Сосын герундиді егер де әлі де қарамаған болсаңыз, қарап алыңыздар, себебі партiciple 1 мен герундиді көбінесе адамдар оқушылар шатыстырады да и балл алмай қалуы мүмкін. Так что барлықтарыңызға сәттілік, алда болатын ентіда барынша жоғары алып шығыңыздар. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз комплекс object, немесе қазақшасы күрделі толықтауыш. Өте көп келетін тақырыптардың бірі, самый топовый тақырып. Сондықтан да барынша егер де жоғары алғыңыз келетін болса, осыны до конца қарап түсініп алыңыздар. Так, сонымен қатар қандай да бір сұрақ туындайтын болса, жазсаңыздар болады астыға. Так, әзірше осы, let's go. Так, бірінші сұрақ, let the correct sentence with complex object. Complex object пен тұрған дұрыс сөйлемді табыңыз. Так, complex object деп отырғанымыз бізде прикольная формула, бізде lol дейміз, немесе VOV, былай айтқан кезде lol, да, типа lol, laughing out loud, да, типа. Жарайды, енді қарасаңыздар, V деп отырғанымыз етістік, verb, я, O деген object, V деген етістік. Екі етістік тұрады, и ортасында object, типа осылай. Бас, да, object, вот так. Егер ұмытып қалсаңыздар, осылай мені көз алдыңызға елестетсеңіздер болады. Типа object и екі етістік. Осылай. Так, енді тезірек айтайық. Екі етістік и object. Міне қарасаңыз, бірақ етістік көшіріп тастаймыз. Не, бірінші етістік, екінші етістік, ортасында object. Вот. Вот тұсқа B. Дұрыс. Одан кейін бізде надо, так, бізде бірақ етістік, is деген, и все. Could деген бізде етістік емес, ол модальный етістік, сондықтан да бізде бірақ етістік дұрыс емес. И мына жерде тоже модальный етістік, бірақ етістік и дұрыс емес. Бізде жауап болады make me speak. Егер де білмейтін болсаңыз, make те отырғанбыз, бізде обычный дымсыз жататын етістік, дымсыз деген исключение, потому что make-тан кейін me деп тұрады, одан кейін to немесе verb ing деген жоқ, сразу етістің бірінші формасы немесе bare infinitive солай болады. То есть speak, to-сіз, ing-сіз сразу. Так, дальше. The sentence with complex object. Complex object пен берілген сөйлемді табыңыз. Дәл солай алыңызда кітапшаға сыза берсеңіз болады. От души VOV деп, парақ пен ручка берсе, сразу есіңізге VOV деген түсін, и все. Міне қараңыз, бірінші етістік seen, екінші етістік жоқ. Бірінші етістік want, екінші етістік tell, ортасында object жоқ. Object деп отырғанымыз, мысалға I-ға me деген сияқты, me, him, так, что? Так, us, them, так, что еще? You деген сияқты, it, осылар. Да, осылар object деп отырғанбыз, если что, жазып алсаңыздар болады, object. Может, білесіздер, да, уже? Так, дальше. Want, не object, не him деп тұрға, object. И to, understand, екі етістік, и ортасында object. See, соғысын дұрыс. Так, мына жерде бізде только бір етістік. Мына жерде бізде play етістік, бірақ етістік. Сол үшін бізде жауабы однозначно C болады. Дальше. The sentence with complex object. То же самое VOV. Оудың орнына кез келген адамның аты, немесе заттың аты болуы мүмкін. Бағана he, she, it деп айттым ғой, мыналардан басқа, me, her, him, us, them, you деп айттым ғой, соның орнына басқа да адамдардың аттары болуы мүмкін. Кез келген, немесе заттың аттары, биос деген сияқты нәрселер, да, немесе бутылка деп өзім бутылкамды көрсетіп қояйын, да. Кез келген заттың атауы болуы мүмкін, на всякий случай, да. Объекттің ортасындағы заттың ортасына, то есть екі етістің ортасына любой заттың аты болуы мүмкін. Так, адамның немесе заттың аты. Вот смотрите, енді watch деген бар, TV деген бар, заттың аты, TV, да. А тут verb екінші етістік жоқ. Сол үшін өшіріп тастаймыз. So деген етістік, өткен шақ, кез келген шақта тұруы мүмкін, don't worry. Ернұр деген адамның аты, это объектке жата береді, заттың аты, адам аты. И get бізде етістік, сол үшін бізде be жауап дұрыс. Ал мынау етістік, бірақ етістік, и все. Екінші етістік жоқ. Don't phone, то есть phone бірақ етістік, басқа жоқ. Одан кейін бізде, так, бірақ етістік, дальше жоқ. Сол үшін бізде жауабы однозначно очевидный B болады. Дальше, the right pronoun in complex object. Complex objecттағы дұрыс пронаунды есімдік табыңыз. Мен сізге айтқан болатынмын жаңа есімдіктерді him, her, us, them,
Так, что еще? You and it деген сияқты. Сондықтан да бізде him. Мыналар жатпайды. Me болу керек, himді айттық, them немесе he. Мынаның пронауны бізде комплекс объекттерде, объекті осылар. Так, бізде жауабы be. Келесі, the correct complex object. I'm not asking too much. Мен көп сұрап жатқан жоқпын сенен. I just want you да, you не. Бізде кейбір етістер бар, VOV да. Именно өзінің формалары бар, именно етістердің түрлері бар, которые to мен жүретін. То есть VO to V. Олар мынау етістік want, would like деген сияқты басқа да етістері бар. Егер де соның толық тізімін білгіңіз келсе, қайсысы to мен жүреді, немесе екіншісіне OV-дан кейін қайсысына ING жүреді, қайсысына дымсыз жүреді, да, исключение. Астына ссылка тастап кетем. Дәл осының астына, дәл қазір ашып қарасаңыздар болады. И соны сол жерде сіздер қайсысы to мен, қайсысы ING мен, қайсысы просто bare infinitive көрсеңіз болады. Ал want деп отырғам үшін айттым, мен сізге infinitive to мен жүреді, то есть to-дан кейін understand. Вот. Ал қалғандарында to жоқ. To-дан кейін тұрмайды. Do. Want you to understand me. Want деп отырғамыз. Көбінесе келетін етістердің бірі. Соның үшін жаттап алыңыз, сол object-тан кейін, you-дан кейін to мен жүреді. Вот. Дальше. The correct verbs to form complex object. Дұрыс вербтарды табыңыз. Complex object түзетін. Так, allow то же самое. Егер де complex object түрінде келсе to мен жүреді. Обычно көбінесе етістер, я сізге айтайын да, секрет. Көбінесе етістіктер да төмен жүреді. И кейбір исключениялар бар, только ING мен немесе bare infinitive болатын нулевая форма. А так көбісі төмен жүреді айтып қойсаң. Егер білмей атсаңыз, жаттап алған етістердің ішінде жоқ болатса, төмен жүре салыңыз, и все. Окей? И еще мына жерде қараңыз, where деп тұр, were you allowed, I'm allowed деген сияқты. Бұдан кейін сразу, да, бұл пассивой, да, и сразу бізде to жүреді. Қараңыз. To watch. Were you allowed to watch those films? I can't believe it. Окей? Просто көру, и все. Дальше. The correct sentence with complex object. Complex object пен тұрған дұрыс сөйлемді табыңыз. The classical song sung by Adeline. Бұл өте көп келген нұсқалардың бірі уже, да. Make деген уже мен сіздерге айтқан болатынмын. Исключение. Make-тан кейін, немесе made, да, без разницы. Object тұрады да, одан кейін етістің бірінші формасы. Сразу to-сіз, ING-сіз. Так. Song to be керек емес алдында. Make me cry. Songs деп көпше тұрғаннан кейін бізде makes керек емес. ING керек емес. To be керек емес. Made me cry, да? Не көріңіз, етістік, object и етістік cry. Ешқандай ING дымсыз. И ING was деген сияқты ешқандай керек емес. Бізде жауабы be and G болады. Кез келген make та болуы мүмкін, made та болуы мүмкін, have made болуы мүмкін. То есть кез келген шақты қоя берсеңіз болады, 12 шақтың 12-інде. Окей? Так, дальше. Complex. Complete the sentence with complex object. Тағы да көбінесе келетін сөйлемдердің бірі. The students, the teachers, the room, at the blackboard. Так, қарасаңыздар, бізде со деп отырғанымыз барлық етістердің тізімдердің астына ссылкаға тастап кетем. Өйткені бізде со деген көру мүшелері, көру, есту, сезу дегендер бізде либо нулевая форма, да, дымсыз, короче, verb, да, алдына ING дымсыз, либо екіншісінде ING, короче, осылай. Так, so enter stop, мына дұрыс. Enter өткен шақ керек емес, бізде stop деген бірінші формасы тұру керек. Stop s керек емес, ешқандай да. Так, хаттан кейін seen болу керек, просто атак дұрыс болушы еді. Тоже seen болу керек, атак дұрыс болушы еді. Мына жер have seen деген дұрыс, бірақ enter болу керек и stop болу керек, stop емес, я? Бірінші форма, всегда бірінші форма. Дұрыс емес, сол үшін. Мына жерде s керек емес, сонда бізде барлық жауаптың ішінде бірінші жауап, бірақ жауап, яғни бірінші A жауабы дұрыс болды. So, enter and stop. Так, тағы да айтам, қайсынан кейін ING, қайсынан кейін әлі шатысып атсаңыз да, естерін тізімін астына тастап кетемін, сол жақтан просто қарап алсаңыз болады.
Ал мынау сіздерге үй жұмысы, қайсысынан не жататындығын, комплекс объектін түсіндік түсінбедік дегенге әдейі 2 тапсырма бердім, өйткені бұл өте көп келетін тақырыптардың бірі, өте жоғары балл тұратын тақырыптар, сондықтан да өзіңіз түсінгеніңізді либо түсінбегеніңізді точно көру үшін осы үй тапсырмасын орындап астыға жауап қалдырып кетіңіздер. Надеюсь, барлығы түсінікті болды. Кез келген сұрақтар болса жазыңыздар. Алдағы уақыттағы ентыларыңызға сәттілік, барынша 45 алуға тырысыңыздар. Именно английскийда. Әзірше осы. Барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар. Бай-бай. Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздермен бірге өтетін тақырып пассив войс, яғни ырықсыз етіс деп аталады. Яғни осы ырықсыз етісті нұсқа талдаудағы сұрақтармен, келген сұрақтармен талқылайтын боламыз. Ең бірінші пассив войстағы сөйлемдерді табыңыз. Ең бірінші пассив войс деген кезде to be diseases и плюс verb 3 немесе ed. To be'дің кез келген формалары олар. Am, is, are, was, were, been немесе be деген сияқты. Енді to be'ларды тауып алыңыздар. Is, were, are. Мына жерде бізде to be'дің кез келген формасы жоқ, be да жоқ. Сол үшін өшіріп тастаймыз. Одан кейін бізде being тұрса да болады, өйткені ол continuous-тің көмекшісі болып табылады. И одан кейін verb 3. Бізде build, үшінші t болып табылады, сондықтан да бізде a жауабы дұрыс. Мына жерде d болғаннан кейін дұрыс емес, бұл бірінші етістік, ал ing болмау керек, наоборот, вербтің үшінші формасы болу керек, сондықтан да бізде бұл екеуі дұрыс емес. Дальше the sentence in passive voice то же самое. Passive voice берілген to be, здесь сразу to be'дің кез келген формасы, am, is, was, were, been немесе be, и потом одан кейін verb 3. Так, енді көреміз, be түрі verb 3 дұрыс. Екеу подряд келу керек. Вот, to be бар, verb 3 жоқ. Дұрыс емес. To be бар, verb 3 жоқ. Тоже дұрыс емес. To be жоқ, verb ed бар. Дұрыс емес. Так, ed бар, мына жерде бірақ сөйлем сұраулы болғаннан кейін басында to be кетіп қалған, тоже дұрыс. Так, are, to be бар, ed бар, дұрыс. Қалғандарында to be да жоқ, verb ed бар болған, to be жоқ. Сондықтан да бізде жауабы A, E, F. Дальше passive voice-тағы сөйлемдерді тоже табыңыз. To be и verb 3 дейміз подряд тұрған. To be, verb 3. To be, verb 3. Дұрыс. Так, дальше. To be, verb 3. Take, took, taken. Verb 3. Дұрыс. Так, to be да verb 3 да жоқ мына жерде. Так, to be и verb 3 немесе ed да дұрыс. Бізде жауабы A, B, D болады. Қалғандарында бізде to be жоқ. Қарап тұрсаңыздар көріңіздер, ешқандай to be. Am, is, are, was, were, been немесе be деген етістіктер жоқ. Дальше, дәл осылай енді 3 сұрақ талқыладық. Дәл осылай ретінде түсіндіңіз бе, түсінбедіңіз бе көру үшін passive voice-ның дұрыс тұрған формаларын жасап жүріңіздер. Астына жауап нүкте. Так, әзірше осы. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сіздермен бірге participle 2 немесе есімше 2 тақырыбын ең көп келетін сұрақтарды талдайтын боламыз. Сол жақтан түсінесіздер. Так, бірінші catch дегеннің participle 2-дағы формасын тап деген. Participle 2 десе, сразу сіз етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғанған форма болып дұрыс болады. Catch-тің үшінші формасы бар, irregular verb, catch, cut. Получается, бізде жауабы B жауабы дұрыс болады. Так, дальше a proper past participle деп отырған, соның екінші атауы, немесе participle 2, немесе past деп айтады. Сондықтан да бізде осы participle 2-ні табымыз деп тұр мына жерде. Так, білесіздер сразу verb 3 немесе ed-ді қойып қоямыз. Так, ing кетеді. Бізде үшеу қалды. ed, verb 3. Енді мағынасы бойынша қарайсыздар. Jewel in the robbery has never been found. То есть, яғни robbery, то есть жоғалған әшекей, қандай әшекей ешқашан табылмады. Қандай десе жоғалған. Получается, бізде жоғалған, ұрланған деген ол и жауабы дұрыс болады. Мағынасы бойынша дальше. Дальше participle 2-дағы сөйлемдер табыңыз. Participle 2, то есть ең бірінші оның өткен шақта тұрған, то есть өткен шақта емес екендігін көріп алуымыз керек. То есть мысалға they drew деген ол өткен шақ, past simple. Соларды сразу өшіп тастайсыз бірінші өткен шақтарда. They played тоже өшіп тастайсыз. Saying деп отырғанымыз бізде participle 1, то есть ing жалғанып тұр, біз керек емес. Left деген өткен шақтың, то есть обычно өткен шақ. Live there тоже өткен шақ, тұрды. И went тоже өткен шақ, will деген вообще future simple. Так, енді біз даже екі жауап қалды. The man read
оқыды, мынау етістік, иә. И дальше given letter, verb 3 тұр. Қандай letter? Given letter, то есть берілген. Яғни сізде мына жерде мынау verb 3-дан басқа тағы да етістік бар болса, дополнительно, да, бірақ етістік болса, мысалы жүру деген бірақ етістік, иә. Played деген бірақ етістік. Ал егер де мына B-ді қарасаңыз, the man read, то есть бір етістік, и given екінші етістік, да, и еще екіншісі verb 3-те тұр. Сондай жағдайда сіз оны дұрыс деп белгілейсіз, екі етістік болса. Қараңыз, иә, broken етістік, was, то есть was to be-дің ол тоже етістік. Сондықтан да мына broken-нан басқа тағы да бір етістік бар болатын болса, онда ол дұрыс жауабы. То есть екі етістікті қарайсыз, и екіншісі verb 3-да немесе ed-де тұрса, дұрыс болып саналады. И все, easy, да? Даже просто мына жерде broken-ның орнына кез келген там played болса да, ол да дұрыс болады. Сразу шатаспаудың жолы екі етістік табу, и екіншісі verb 3 немесе ed болса, ол дұрыс болады. Ал енді бізде берген тапсырма мынау үй тапсырмасы болып табылады. Егерде сіз өзіңіздің полностью толықтай түсінгеніңізді көргіңіз келсе, осы тапсырмаларды орындап жіберсеңіздер болады. Ал әзірше осы, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біздің өтетін тақырыбымыз өте енді да көп келетін прям балға толы тақырып reported speech немесе екінші атауы indirect speech. Көбінесе балдар шатастырып атады, indirect speech пен reported speech айырмашылығы не? Дымда айырмашылығы жоқ, екеуі бір нәрсе. Так что don't worry. Так, ал енді біз бастаймыз. Көбінесе енді келген сұрақтармен, нұсқалармен барынша оңай етіп түсіндіруге тырысамын. Так что go-те. Так, бірінші сұрақ. The changes of present continuous in reported speech. Reported speech-та білесіздер, көбінесе артқа бір шаг жылжиды. Қай кезде екен қазір айтам. Жылжымайтын кездерде бар, жылжитын кездерде бар. Именно reported speech-та бізде артқа бір шаг жылжиды айттым, я? Шағып бойынша. Так, сол үшін міне қараңыз. Present деп айтатын болса, тупо continuous деген нәрсе қалады да, present деген шаг артқа бір шаг. Present-тің алды это past, да, слово past. И бізде болады present деген сөзді алып тастаймыз, past, и мынау сөз қалады continuous. Past continuous, и все, easy. Қайда past continuous екен? Жауабы D. Easy. Дальше. The right variant in reported speech. Дұрыс тұрған вариантты табыңыз reported speech-тағы. She said, I will not give you my vocabulary. She said, okay. She said, okay. Потом мына жерде my деген өзгереді, өйткені she деп өзін айтып тұр, ана қыз айтып тұр, мен деп айтып тұр, өз-өзіне. Сондықтан да мына жерде he болады. Көріп тұрсаңыздар. И потом will деп отырғанымыз айттым жаңа, артқа бір шаг. Willдің өткен шағы, білесіздер, это would. И бізде болады. She said, she would not give me, да, маған да, саған десе, это маған деген сөз. Me her vocabulary. Так, сондықтан да бізде жауабы B болады. Тағы да айтам, will деген сияқты мысалға can келетін болса could, shall болса should, сондай сияқты артқа бір шаг. И потом мынандайлар өзгереді. My деп өзін айтып тұрса, мына жерде she болғаннан кейін her болады. He болса мысалға his деген сияқты. И все. Қалған бәрі орында қалады. Easy. Дальше. The right variant in reported speech. Дұрыс тұрған вариантты табыңыз reported speech-тағы. То же самое бізге берілген didn't. Бізде бұл past simple. Past simple-дің дәл алды бізде past perfect. Жаттап всегда. Past perfect. Past simple-дің алды. Ал present simple-дің алды past simple-дің алды past perfect. Окей? Past perfect. Мына didn't болғаннан кейін past perfect-дің формуласы білесіздер. Had plus verb 3. Take, took, taken. Shake, shook, shaken. Take-тікі алды taken. Ой, так, taken. Had taken, да? Hadn't taken болады, потому что not тұр мына жерде. She'ға айналады. She said, так, she said she hadn't taken my деп өзін айтып тұр, сол үшін her pencil box. Жауабы D болады. She said she hadn't taken, потому что hadқа verb 3, да? Not қосасыз hadn't taken your pencil box. Easy.
Так что жазып алыңыздар. Past simple келетін болса кез келген, didn't деген past simple, оның алды had verb 3. Past simple'ның кез келген мысалға келетін болса, took деген келсе had taken. Didn't болғаннан кейін hadn't taken. Все. Дальше. The correct sentence in reported speech. Reported speech'та берілген дұрыс сөйлемдер табыңыз. Так, мына жерде said деп өткен шақ, мына жерде look. Дұрыс емес. Басы present болса, басы past болса, аяғы past болады. Said, да, и will. Will емес, бағана сізге айттық. Will'дің алдыңғысы would. Сондықтан да бізде be дұрыс емес. Дальше, the doctor told өткен шақ. To stay in bed for a few days. Doctor told me to stay. Дұрысына, to мен келетін болса, нормально. Бірінші шақта тұрса болады. To мен келмейтін болса, мына жерде зат деген тұрға, to жоқ болса, олда тұруға болмайды. Told him don't деген болмайды. Now, told деген өткен шақ, now don't деген present дұрыс емес. Так, said өткен шақ, is present simple болмайды. Was болса дұрыс болушы еді. Так, окей. Had деген өткен, то есть past perfect қой, в общем past, now past. Сосын to мен келсе бірінші етістік тұруға болады. Есіңізде бар ғой, to мен келсе бірінші етістік тұруға болады. F дұрыс. Дальше she said, can't емес, білесіздер, я can'ның орнына could, shall'дың орнына should, will'дың орнына would деген сияқты болады. Немесе might, да. И бізде дұрыс емес бұл, couldn't болса дұрыс болушы еді. Steve said that he doesn't деген present, now past, сол үшін дұрыс емес. Бізде жауабы сонда C and F дұрыс болады. Көрдіңіздер ғой? Not to-дан кейін verb want тұра берсе болады. Ал қалған случайларда екеуі бірдей шақта тұру керек. И все. Дальше. The right variant of reported speech. Reported speech'тің дұрыс тұрған вариантын табыңыз. Мынау сұрақ екен. Сұрақ болса, бізде where деген сияқты өз тұра береді. Мысалы қараңыз. Did десе, бізде білесіз did деген past simple, past'ның алды, past perfect, had и verb 3. Етістігіміз бізде find, found болады. И бізде даже сұраулымен берсе де жауабы плюспен болу керек. Affirmative form емес. Сол үшін бізде had I found емес, I had found деген сияқты. Так, ал енді іздестіреміз. Asked to me деген дұрыс емес, өйткені asked'тан кейін сразу object келу керек. For деген тоже дұрыс емес, мына жерде asked me болу керек. Так, сол үшін бізде A мен не дұрыс емес. A мен E дұрыс емес. Дальше asked me where I found емес, had found болу керек, тоже дұрыс емес. Had find емес, found болу керек, тоже дұрыс емес. Have емес, had болу керек, тоже. Көрдіңіздер ғой? Ben asked me where I had found that емес, found болу керек. Ben asked me where had I found емес. Ben asked me where I had found. Ура! Таптық. И все, вот. Жауап ретінде болу керек. Where I had found. Плюс affirmative формасында, да? Плюс обычный сентенс болу керек. Точкамен аяқталу керек, сұрақпен емес. Так, сол үшін бізде жауабы H болады. Дальше. Тағы бір сұрақ. Бірақ бұда ерекшелігі мысалға бағанағыдай what, where деген сияқты болған жоқ. Бізде бұл general question'нан басталып тұр. Яғни have деген сияқты көмекші етістіктерден басталса do, did, have, had, немесе has, немесе to be'дің кез келген формасы, немесе модальный етістік болса, онда бізде if, немесе whether қолданылады. Так, бізде мынау present perfect, present perfect, present деген сөз pastқа айналады, и все, past perfect болады. Past perfect деп отырамыз, білесіз уже had verb 3. Так, had verb 3, was interested to know if I had verb 3 ғой, had болу керек бізде мына жерде, had. Өзіңдікі көмекші етістігі had, негізгі етістігі had. Мына жерде бірақ had болғаннан кейін дұрыс емес. No, дұрыс емес. She said, no, дұрыс емес. Had деген көріп тұрсыз ба? Вот, had, да, мына жерде ever болғаннан кейін ever дұрыс.
Ever ортасында тұрады. Had да. Whether деген алдында бар еще. Так что бізде дұрыс. Дұрыс. Дальше asked whether I had. Вот тоже дұрыс. Ever ортасында тұрады. Had, whether дұрыс. Все. Дальше asked to have. Nope. Have деген дұрыс емес. Тоже дұрыс емес. Had болу керек. Сондықтан да бізде жауабы D and E. Whether'ның орнына if деген болса тоже дұрыс болады. Так что easy. Past simple көрсеңіз, немесе past perfect көрсеңіз, сразу past present perfect немесе past perfect көрсеңіз, сразу past perfectке. Past simple, present perfect и past perfect айналады. Past perfect формасы had плюс verb 3. Дәл осылай сіздерге сұрақ, сіздерге үй тапсырмасы. Мына жерде көріп тұрсыздар, 8 жауап берілген, максимум 3 жауабы дұрыс болады. Так что барынша өздеріңіздің түсінгеніңізді немесе түсінбегеніңізді көру үшін дәл осы үй тапсырмасын орындасаңыздар и астына жазып жіберсеңіздер өте жақсы болады, себебі бұл ең көбінесе келетін тақырыптардың бірі. Барлықтарыңызға алдағы уақытта, алдағы ентіға сәттілік, 45-ін алып, максимум болып шығыңыздар и осыны орындауды ұмытпаңыздар. Әзірше осы, егер әлде де дұрыс түсінбесеңіздер, кішкене қиындау болып жатса, бірнеше рет қарасаңыздар болады, сол кезде толықтай түсінікті болады. Себебі бұл өте көбінесе келетін комплекс объект деген сияқты тақырыптардың ортасында жүретін, көбінесе келетін тақырыптардың бірі. Міндетті түрде келеді, ол сізге минимум деген 2-3 балл алуға. Так что тақырыпты міндетті түрде түсініп алыңыз. Қандай сұрақ келсе де міндетті түрде прям confident болып кіру үшін. Әзірше осы, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Бай-бай.